Талип кыздын YouTube каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздермен тойга арналган тойбастар себетин жасайтын боламыз. Оған керекті курал жабдыктар кайшы, өлчегич және өлчеп койгон дөңгелек, кардонмен және үзбей агашы. Осы дөңгелектердин размерлери 35-35 сантиметрден алатын боламыз. Енді осы корзинаны шетін коршоо үчүн осы қазіргі хит болуп аткан схема бұл корзинанын. Осы корзинанын жоғарғысы 14, астысы 10 сантиметр болып келеді. Неше түрлі корзиналар бар, аяғы бар, ножкасы дейді, ол ножкасы бар. Соған арналған мынандай құрал, шүпәбір. Осыны мен қазір қолданбаймын, келесі жолы қолданатын болам. Осындай құрал жоқ болса, отвертканы қолданатын боласыздар. Келесі ДВП, USB және де басқа фанер сияқты ағаштарды кесетін лобзикті міндетті түрде қолданатын боласыздар. Өйткені пышақпан да, араман да ыңғайсыз болады. Пышақпан кесе алмайсыздар бұндай затты. Енді осы корзинамыздың сыртын қоршау үшін королевский вюллер матаны дайындап қойдым. Ал кеттік, біз бастаймыз. USB дөңгелек ағашымызды осы кардонның ерек-ерек фасонымен қоршап шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Ыстық клейдің арқасында қоршап шығамыз. Негізі өздеріңіз білесіздер, осы ыстық клей кішкене нашарлау болып кетсе, степлерді қолданасыздар. Степлерінде неше түрлі, біреуі шайнап қалады, біреуінің ішіне кіріп кетеді. Мұқият жөндеп таңдап алмасаңыздар, өте қиындау болады. Ыстық клейінде түр-түрі бар. Оны да таңдай білсеңіздер болады. Осымен дөңгелек қып клейлеп аламыз. Осы жол осы ыстық клейім маған өте мықты клей болып келді. Мінекей шетін қоршап қойдық. Корзинамыздың, себетіміздің. Енді осыған сыртын қоршау үшін губка қажет болады. Губканы қолданатын боламыз. Корзинадан 3-4 сантиметр кішкене ұзын қып кесіп аламыз. Бізге осындай губкадан 2 қып кесіп аламыз. Айландырып үстіп клейлемей тұрып, алдымен біз 2 сантиметрді екі жаққа орналастыратын боламыз. Өйткені бізге сантиметрді матадан кіргізу қиын болады. Енді осыны нық тұру үшін біз фетр матаны қолданатын боламыз. Фетр матаны сантиметрдің үстіне клейлеп қоятын боламыз, сонда жылжымайтын болады. Өзіне нық сенесіз, кішкене осы корзинаның ішіне кейбір адамдар конфет салады, тәттілер, кейбіреулер алма салады, кейбіреулер әртүрлі заттар салады. Тойға арналған. Сол үшін мынаны кішкене өзіңізге сенімді болу үшін көтеретіндей жағдайға келтіретіндей ғып жасау керек болады. Қараңыздар, ардында, алдында және аяқ жағында табанында клеймен жабыстырып шығатын боламыз. Кейін осыны матасымен өткізіп болғаннан кейін бас жақтарын біріктіретін боламыз. Аяғына дейін, соңына дейін көріңіздер, осыны біріктіргенін, қалай шыққанын көресіздер. Енді осы сантиметрде ортасында кіріп кетеді. Осы губканы ыстық клеймен айландырып, клейлеп шығатын боламыз. Мұқият аяғына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жауап беруге тырысатын боламын. Неше түрлі жаңағы пластиктің кішкене неше түрлі пленка сияқты қалыннан да істеп жатыр. Өте қымбаттау болып келеді ол корзинамыз. Енді осы мен арнайы тігіп қойған матамды осы сантиметрден өткіземіз. Қараңыздар. Өйткені мен қалай істерін білмей осы фасонды үйреніп алдым. Қараңыздар. Кейін сантиметрдің екі жағын біріктіріп қоятын боламыз. Мінекей корзинамызға осы тігілген дайын матамызды кигізетін боламыз.
мұқият қарап отырыңыздар, өте тамаша шығады. Мінекей корзинамызды кішкене матасын кигіздік. Қараңыздар, енді осыны алдымен артқы табан жағын, асты жағын клеймен түгелмен айландырып клейлеп шығамыз. Өйткені бізге осы клейленсе ішкі жағын тартқан кезде жылжымай кетеді. Сол себептен міндетті түрде клейлеп шығамыз. Енді ішкі жағын жаңа айтқандай көрсеткенде степлермен ұрып шығамыз. Өте тамаша зат. Негізі тойбастарда әркімнің өзінің қолынан келгенше үй жағдайда жасасаңыздар болады. Мінекей корзинамыздың екі шетіндегі темірін ортасына кішкене темір қойып жалғап қойдық. Енді осының сыртын қоршайтын боламыз. Губканы жұқа қылып кесіп алдық, соны айландырып қоршап шығамыз. Үйлеріңізде істесеңіздер болады. Енді осы губканы қоршап шықтық. Енді осының сыртын кәдімгі өзінің корзинаның тұсындағыдай дәл осындай матамен қоршап шығамыз. Осы корзинаны істеп жатқан кезде өзінің шілей қызығушылық жоқ болып тұрған кезде осы корзина біткен сайын алдында бірінші бәрін қоршап шығасыздар. Содан кейін осыны әрлеген кезде өзіңіздің шабыттарыңыз ашылатын болады. Өте мықты, өте сұлу болып шығады. Үйлеріңізде міндетті түрде әркімнің үйінде маталар бар, кардондар бар, сым темірлер бар, кәдімгі қолданатын. Осыны істесеңіздер болады. Шабыттарыңыз өте ашылады. Мінекей, корзинамыз дайын болды. Енді осыны әрлейтін боламыз. Кішкене ұзын жаңағы атлас жіпті кәдімгі шаш өргендей қылып өріп дайындап қойғанмын. Осыны жаңағы корзинаның ішіндегі екеуінің ортасында біріктіру үшін осыны айландырып клейлеп шығамыз. Қараңыз. Арнайы неше түрлі тесмалар және де оюлар бар, соны жапсыратын боламыз айландырып. Алтын түсті сапсары тесманы алдым. Корзинамыз кішкене ашық түсті әдемі болып көрінсін деп. Қараңыздар, енді ортасына кәдімгі өзіміздің қазақи оюды жапсырып қойдым. Міндетті түрде аяғына дейін, соңына дейін қараңыздар, өте күшті жасасаңыздар болады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Корзинаны одан да жақсы безендіру үшін қасына лентадан әдемі гүл жасадым. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Келесі жол басқа корзина жасайтын боламыз.